في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في سنة 670 жылы Марокко жеріне Уқба ибн Нафиқтың қолымен ислам діні кіріп келді. Қазіргі күнге дейін ислам діні Марокко елінде тамырын кеңінен жайып, үстемдігін жалғастыруда. Мен бұл өлкедегі Құран жаттау тәжірибелері жайында көп оқығанмын. Және де осы тәжірибелердің өте әдемі, керемет, әрі айрықша екенін көрдім. Сол себепті мен осы өлкедегі тамаша Құран жаттау жолдарын үйрену мақсатында осында келдім. Сіздер де Құран үйренудің мұндай әдіс тәсілдерін білетін боласыздар. Ислам діні бұл жерге кіріп келгеннен бері бұл жердің халқы балаларын жастық шағынан ақ Құран кәрімді жаттатуға қатты қызығып келген. Бірақ олар Құранды кітапқа қарап жаттай ма? Әлде басқаша әдіспен бе? Жоқ, олар өзгеше әдіспен жаттайды. Олар Құранды тақтайшалар әдісімен жаттайды. Бізбен бірге тамашалайтын боласыздар, иншалла. Марокко елінің мәдени орталығы саналатын Фас қаласындағы медреселердің бірін араладық. Ол мүміндердің анасы Хафса радиаллаху анха атындағы мешітте орналасқан. Біз бұл жерде бұрын көрмеген жайттарды көрдік. Ол мароккалықтардың дәстүрлі Құран жаттау әдістері, яғни тақтайшалар көмегімен жаттау әдісі. Мәшаллах, бұл бала Құраннан «Саяқулу суфахау минан наси» аятын, яғни екінші параның басын жаттап жатыр. Я шейх, маған бұны түсіндірпесеңіз. Бұл шәкірт тақтайшаға жазады. Егер ол жаттаған болса, өз ойынан жазады. Ал егер жаттамаса, біз оған айтып тұрамыз. Я, сіз оған жаздырасыз ба? Иә, дәл солай. Оқушы ойдан жазады. Қате жіберсе, ештеңе етпейді. Оған қайтарамыз, немесе қатесін түзетеміз. Егер харекеттерін қоюда қателессе ше? Егер бір жерінде қате болса, біз оны дұрыстаймыз. Оқушы әрекет қойғанымызды көріп, қайталап оқып түсініп алады. Шейх, мен шәкірттердің қолында Құран кітабын көрмей тұрмын. Құран кітапқа рұқсат жоқ. Бұларға Құранға қарап оқу, әлде Құранға жүгіну рұқсат етілмейді. Ал олардың біреу қате жіберсе ше, не істейді? Егер қателессе, оны досы түзейді, әлде кім болса да түзетіп қояды. Бірақ кітапқа қарау мүмкін емес пе? Жоқ, мүмкін емес. Тек өте сирек жағдайда ғана. Бұл жерде Құран қатаң түрде рұқсат етілмейді. Егер қателессе, досынан сұрайды. Ал ол да білмесе, басқа досынан сұрайды. Мүлдем басқа мүмкіндік табылмаса, сонда ғана Құранға қарайды. Құрметті көрермендер, байқап тұрған шығарсыздар. Қазір Құран жаттап жатқандардың әр қайсысы әр жерден жаттауда. Бірі Бақара сүресін жаттаса, тағы бірі Нәбә сүресін, басқасы Мүлк сүресін жаттауда. Біреу мұндай у-шуда Құран жаттау мүмкін бе деп сұрауы мүмкін. Жоқ, олай емес. Бұл қарылардың жаттау қабілеттері аса зор. Олар бұндай керемет ортаға әбден машықтанып алған. Бұндай ерекше ахуалда Құранды өте шеберлікпен жаттайды. نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه
بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منه شفاء. Біз қазір Марокконың Фас қаласында орналасқан Хафса радиаллаху анха атындағы медреседеміз. Менімен бірге Аллахтың кітабын жаттауда алдыңғы қатарлы үздік қарылардың бірі отыр. Үздік дейсіз бе? Я, үздік дей аламын. Менімен бірге қадірлі бауырым Шейх Ашраф. Шейх Ашраф, Құран кәрімді неше жасында жаттауды бастадың? 13 жаста. Құран жаттауды 13 жасында бастадың. Және неше жаста толық жаттап бітірдің? Неше жылда бірінші мәрте Құранды хатым қылдың? 1,5 жылда. 1,5 жылда? Яғни шамамен 14,5 жаста бірінші рет жаттап шықтың. Бірінші мәрте хатым қылыпты дегеніміз, Құран кәрімді бірінші мәрте толық жазып шығыпты, өз қолымен бәрін жазып шығыпты дегеніміз. Сонда ол бір мәрте толық хатым қылған болады. Егер ол 1, 2, немесе одан да көп қате жіберетін болса, екінші хатымды бастайды. Жақсы, қазір сені Құраннан сынап көрсем бола ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Аллах тағала саған әрі зейініңе береке берсін. Аллах тағала осы жаттаған Құранды ата-анаңа, әрі ұстаздарыңа әжір сауап етіп жатсын. Мәшаллах, бірде-бір қате жібермеді. Біз араб түбегінде Орта Азияда Хафс қирағатында оқимыз. Бұл қары болса Варш қирағатында оқыды. Аллах тағала бұндай қарыларымыздың санын арттырсын. Енді Аллахтың кітабы жайында, оны қалай жаттау керектігі жайында әңгімелейтін болсақ, бауырым, қазір сен менен Құранды кәміл жаттау үшін керекті нұсқауларымды тыңдап отырсың. Білген, Құран жаттау жолындағы ең басты әрі маңызды қағидалардың бірі ешқашан әне жаттаймын, міне жаттаймын деп кешіктірме. Қазір мені естіп тұрсың ба? Құранды жаттап шығамын деген мақсат қойғанда, Құран жаттауға қазірден ақ кіріс. Нәтиже шықпайды, мұратыма қол жеткізе алмаймын деген ойлардан қорықпа. Бұндай ойлар сені мазаламасын. Құран қиын емес, Аллах тағала тарапынан жеңілдетілген. Сенен тек жігер ынта ғана талап етіледі. Қазірден ақ баста, мен пәленше Құранды кәміл жаттап шығамын деп өзіңе жоспар құр. Сізге мынандай мысалмен түсіндіріп көрейін. Мәселен, суда жүзуді білмейтін бір кісі жүзуді үйренбекші болса, үйрену үшін суға барады. Алғаш суға жақындағанда, егер су терең болса, әлбетте ода қорқыныш болады. Бүгін де, ертең де, бүрсігүні де ол сөйтіп қорқып тұра берсе, жүзуді ешқашан үйрене алмайды. Бірақ өзін суға тастаса, тіпті батып, тұншығып, әрекет етсе де, ол сол күннен бастап жүзуді үйрене бастайды. Алайда Құран кәрімді жаттау бұдан әлде қайда ұлық. Құран жаттауды бастаған мезеттен ақ Аллах тағала тарапынан тауфиқ, хидаятты сезесіз. Ең маңызды қағида, қазірден ақ Құран жаттауды баста, бауырым.
Марокканың Шафшаун деген өлкесіндегі Таха есімді қары жайында естідік. Келіңіздер, сол үлгілі баланы бірге көрейік. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا. Таха өнегелі де үлгілі бала. 10 жасында Құранды жаттап шыққан. Қазір ол 16 жаста, мәшалла. Мароккада өткен алтын дауыс жарысында бірінші орынды жеңіп алған. Тахамен бірге өзімді ерекше күйде сезініп отырмын. Сіздердің балаларыңызға үлгі өнеге болады деген үмітпен сұхбатымызды бастайық. Шейх Таха, жағдайыңыз қалай? Сізбен кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Таханың Құранмен бірге өмірі қалай өтіп жатыр? Құранды қалай бастады? Альхамдулилля, ата-бабаларым, нағашы аға әпкелерім, ата-анам барлығы Құранды сүйетін отбасы. Мен осы жанұяда туылып өстім. Ата-анам мен үшін үйді Құранға бейімдеп берді. Үйде әрдайым Құран оқылып жататын. Кейде әкем Құран мен тәжвид, әлде тәфсир оқып жататын. Кейде ағаларым Құран жаттап жататын. Үлкен сынақтар, қатты ауыртпашылықтар соңынан Таха келді. Осының барлығы біздің Құранға деген шыншылдығымыздың себебінен болған еді. Құранды жаттауды неше жаста бастадың? 9 жасымда Құранды жаттауды бастадым. Жақсы, қашан бітірдің? 10 жасымда жаттап бітірдім. Бір жылда ма? Құран жаттау ауыр болған жоқ па? Қиыншылықтарды сездің бе? Басында қиыншылық болуы әлбетте табиғи нәрсе. Бірақ субханалла, әкем маған өнеге бола білді. Өзі қара еместін, солай болса да жарты парадан жаттап тұратын еді. Америкада ислами орталықта ата-аналар жиналысында отырған кезімізде бізге мынандай сұрақ қойылды. Таха, бізге айтшы, қайтсе балаларымыз сен сияқты Құран қарысы болып шығады. Сонымен бірге мектеп бағдарламасында қалай бірге алып жүре алады деп сұрақ қойды. Сұрақ Тахаға берілді ме? Иә, Тахаға берілді. Аллах тағала барлық мұсылмандардың ұрпақтарына тауфиқ хидаят берсін. Таха оларға былай деп жауап берді. Егер де ұлдарыңыз маған ұқсасын десеңіз, сіздер де әуелі әкемдей болуларыңыз қажет деп жауап берді. Проблема ұлдарда емес, проблема әкелерде. Шейх Таха, сенімен шамалас 16-17 жастағы балалардың көпшілігі сұрап жатады. Таханың Құранға жақын болуы қалыпты өмірден, ойын күлкілерден, өзіне сүйікті істерінен тосып қоймады ма деп сұрайды. Бірақ субханалла, әкем хикметпен, көркем әдіспен Құранға деген сүйіспеншілігімді оятып, менің ең сүйікті затыма айналдыра білді. Сөйтіп Құранды жақсы көрдім. Әрине, ойынға, мультфильм көруге, серуендеуге, спортпен айналысуға арнайы уақыт бөлетінмін. Бірақ Құран оқу менің ең сүйікті ісім еді. Ойыннан гөрі көбірек Құран оқуды әрі Құран жаттауды артық көретінмін. Субханалла, әкемнің осындай даналығының себебінен Құран менің балалық шағымның сәніне айналды. Мәшаллах, міне Таханың жастық шағын құлпыртқан, нұрландырған Құран ғана. جنتنا آيات العظيمة المنزلة وفي خدمته أعظم مكان منزلة حلقته بتخلي الملايكة تحفنا وإحنا معاه بيننا وبين الله صلة. Балаларына Аллахтың кітабын жаттатуға құмар болған әрбір әке шешеге, әрбір анаға жүректен шыққан мына бір лебізімді жеткізгім келеді. Егер де сіздің сәби жасындағы ұлы балаңыз, әлде қызыңыз болса, қазірден ақ Құран тәрбиесін бастаңыз. Қазірден бастап Құранға деген махаббаттарын оятыңыз. Құран ол Аллахтың кітабы, ұлы кітап. Құрметті әке шеше, қадірлі ана, Құран тәрбиесі сіздер үшін ең ұлы жоба.
Егер біреу Құран қиын, балаларыма жаттата алмаймын десе, мен айтамын, жоқ, олай емес. Құран жаттау жеңіл. Құран жаттау дүниедегі ең үлкен жобалардың бірі. Әрбір істің соңында оның пайдасы, табысы болады. Бірақ дүниелік жобаларыңнан пайда болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Білмейсіз, ал Құран жобасынан иеленетін табысыңыз иншаллах 100% анық. Себебі бұны бізге Аллах тағала, соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уәде етті. Әрқандай іс қиын болмауы үшін әуелі жүйелі бір тәртіп, жоспар түзіп алу қажет. Жоспарыңды сол тәртіппен бастайсың да, соңында Аллах тағаланың көмегімен дүние әрі ақыретте де ұлы табысқа қол жеткізесің. Біреу айтуы мүмкін, бұны үйрену оңай емес, қалай үйренемін, кімнен сұраймын деген сұрақтарды қоюы мүмкін. Мен бауырларыңыз фақт. Мен сіздерге үйрену жолдарын жан-жақты үйретемін. Алайда сіздерден сұрарым, қолыңызды менің қолыма қойып, барлық ынта ықыласыңызды маған қарай бұрыңыз. Сонда ғана балаларыңызға Құран жаттатудың қаншалықты жеңіл екенін ұғынасыз. Сізден берік ниет пен жауапкершілік талап етіледі. Балаларыңыз әлі жас па? Жас кезінде жаттатудың орны бөлек. Жас кезінде жаттағаны тасқа ойылып жазылған нақышқа ұқсайды. Қазірден ақ балаларға Құран жаттатуды бастасаңыз, Аллахтың қалауымен олардың зейіндерінің қуатын байқайсыз. Сонымен бірге менімен бірлесіп, бұл керемет те әрі жеңіл дәрістеріме қосылыңыз. Сіздерге ұсынып, бағыт-бағдар көрсететін боламын. وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب